Ертең менің ақ некелі жарым боласын деген Сұлтан Дарияның қолын қысып сүйді. Иә, Алла қаласа деп күлімсіреді қыз. Менімен бақытты өмір сүруге дайынсың ба? Дайынмын. Екі жас бір-бірін қимай ұзақ тұрды. Ертең ұзату тойы, одан кейін беташар, неке тойы, тағысын тағы. Қоштасып үйіне кірген Дарияның алдынан анасы шықты. Қызым, бермен келші, біраз отырып әңгіме қылайық. О, мам, не болды? Шаршадыңыз ба? Неге шаршаймын қызым? Жалғыз мен емес, той деген көпшілікпен өтеді ғой. Ертеңгі тойға бәрі дайын, Құдай қаласа. Абыроймен өткізіп алсақ болды. Менің айтпағым басқа. Айта беріңіз, мам, тыныштық па? Деп Дария іркіліп қалды. Анасының жүзінен жабырқау күйді көрді. Қызым, шынымен тұрмыс құруға дайынсың ба? Күйеу баланы өзін таңдадың. Өміріңнің соңына дейін бірге болуға көзің жетеді ме? Білесің, осы уақытқа дейін қаншама кісі құда болуға ниеттеніп келді. Бірақ ұнатқаным бар деп, бәрінің бетін қайтардың. Ертеңгі күні жаңылдым деп жыламайсың ба? Жоқ, мам, менің көзім анық жетеді. Тек Сұлтанмен ғана бақытты бола аламын. Анасы қандай кісі екен? Бір рет отырып сөйлеспедіңдер ғой. Неге үндемейсің? Жақсы кісі, мейірімді, ақ көңіл, күлімдеп тұрған кісі екен, деп Дария өтірік сөйлегенін жасырғысы келіп, орнынан тұрып терезеге қарады. Тап бір артынан анасы келіп, шынында айт деп тергейтіндей ернін тістелеп, не айтсам екен деп ойланып тұр. Анасы бірдеңені сезгендей үнсіз қызының басынан сипады да: мейлі қызым, барған жерінде бағын ашылсын. Кенжетайымыз болған соң әкең де мен де өзіңді ерекше жақсы көреміз, білесің, деп орнынан тұрып өз жөніне кетті. Ананың жүрегі қашан болса да баласы үшін дем соғады емес пе? Бәрібір жүрек түбінде бір күдік қалғандай. Ал Дария өтірікті айтарын айтып алып, енді ойланып отыр. Өткен жолы Сұлтан анасымен таныстырған. Жалғыз қарындасы да келді. Кафеде отырып төртеуі тамақтанды. Сұлтан сыртқа кеткенде анасы Дарияны тергеп үлгірген болатын. Әр сұрағына байыппен жауап берсе де, Әлима апа мұрнын шүйіріп болашақ келінін менсінбей: Құдай-ау, осындай қарағыз өзіміздің ауылда да топырлап жүр ғой. Білмеймін, саған жармасты да қалды ғой балам байғұс. Шайын сораптап мысқылдап қойып, қызымен емен жарқын сөйлесіп отыр. Дария көзіне іркіліп келіп, қалған жасты білдірмей сүртті де тамағына тығылған ащы өксікті жасырғысы келіп, сусыннан тоқтамай ұрттай берді. Аздан соң Сұлтан келіп, барлығы орындарынан тұрды. Мам, сіздер бара беріңіздер, такси шақырып қойдым. Мен Дарияны үйіне апарып салайын. Немене өзі бара алмай ма? Көшеде не көп, такси көп. Мінсін де кете берсін, деді Әлима апа. Төй, мам, ұят емес пе қыздан? Екеуміз кете берейік те, деді қызы жадыра. Бізді апарып салшы бірінші, сосын барасын қалаған жағына. Опырмай алмай жатып, асты үстіне кіріп өліп бара жатырсың. Дария, қазір такси шақырайын, деді ыңғайсызданып қалған Сұлтан. Қажеті жоқ, өзім бара беремін ғой, деп Дария тез-тез қашып жүгіріп кетті. Үшеуі көлікке отырып үйлеріне қайтты. Осы күнді есіне алып Дария терезенің жақтауын сүйеніп ұзақ тұрды. Шынымен де ертең келін болып барғанымда қалай қарсалар екен? Неге мені жақтырмады екен? Артық қылығым жоқ, оқуымды аяқтадым. Мүмкін келін болып барған соң жағдайын жасап отырсам ұнатып кетер. Қарындасы мен Сұлтан жақсы көреді ғой бастысы. Осылайша көңілін алдаусыратып Дария сыртқа шықты. Түнгі таза ауаны қармап жұтты да кереуетке жайғасты. Шаршағаны енді шығып жатыр. Бір жетіден бері тойдың қамы, артынан апаратын жүгі мен киім кешегін алам деп базарлаудан шаршаған. Оның үстіне ұзату тойдың көйлегі мен неке тойдың көйлегін іздеп ұзақ жүрген. Көзі ілініп барады. Ұзату тойы дүркіре өтті. Кенже қызының тойы болғандықтан ештеңені аямады. Артынан апаратын жүгі мен тірлігінен де жоқ қылып дайындады. Бірақ бәрібір Әлима апаға ұнамады. Келінді үйіне алып келді. Беташар тойы мен үлкен неке тойын да жақсы өткізді. Бай-байға, сай-сайға құяды деген рас екен-ау.
бір-бірінен қалыспайын дегенде екі жақта киттердің тазасынан берді, алтынның қомақтысынан сыйлады. Дүркіреген тойлар ел аузында қалды. Тойдың болғанынан боладысы қызық деп, тойдың өткеніне бір жеті өтті. Алғашқы күннен бастап Дария үйге сіңісіп кетейін деп, жатпай тұрмай үй тірлігін істеп жүр. Арасында тәтті пісіріп те көңілдерін аулайды. Қайынсіңлісі екеуі сырласып, күліп ойнап жүреді. Бұл үйде шекесі жазылмайтын тек енесі Әлима апа ғана. Әрбір істен мініз деп сөйлеп қалады. Ондайды көңіліне алмайтын Дария кешіріңіз деп басынан жасайды. Ойпырмай деп енесіне ештеңе айта алмай үнсіз қалады. Сын мен мінге мән бермей күндер өтіп жатады. Алғашында бәрі жақсы еді. Дария мен Сұлтан жас жұбайлар болып қонақтыққа да қол ұстасып барып жүрді. Жұрттар қызға қарап тамсанатын, әсіресе көрші әжей. Анда-санда көршісінің үйіне келіннің шайын ішейін деп келіп тұратын. Сол кісі келсе неге екені белгісіз, Әлима апа кірпідей жиырылады да қалады. Есесіне Дария ол кісіні құрақ-құша қарсы алады. Шай қойып, қолына су құйып, ас үстіне түсіп бәйік болады. Енесі сонысын жақтырмайды. Айдаладағы біреуге құрақ ұшып қызмет қылғаны ма, әлде олар келінін мақтап қоятын болды деп қыл айналмайтын іші тарылады ма, әйтеуір қызғаныштың қызыл иті ішін тырнап, қабағы қатайып тырысып қалады. Жалпы бұл кісі ғана емес, үйге келген барлық қонақты Дария осылай қарсы алады. Сол үшін де шығар, бүкіл ауылдың іші жылып, Әлима кемпірге жақсы келін бұйырды, бізге де нәсіп етсін деп үміттеніп қояды. Бүгінде таяғына сүйеніп көрші әжей көкірегі сыр-сыр етіп үйдің текпешінен жоғары көтеріліп келеді екен. Есіктің алдын сыпыруға шыққан Дария әжейді көріп дереу сәлемін салып қолтығынан демеп үйге кіргізді. Өркенің өссін шырағым, бақытты бол айналайын деп кемпір риза болып қалды. Енен үйде ме? Базарлап кетіп еді әже, үйге кіріп отыра беріңіз. Қазір келіп қалады, кеткеніне көп болды, мен шай қойып деп айтып ауыз жимай есік алдына Сұлтанның көлігі келіп тоқтады. Әне келді деп жас келін дереу барып базарлық пен азық-түліктерді енесінің қолынан алды. Үйге көрші әжей келіп еді. Ой, сорлы кемпір, біздің үйден басқа баратын жері жоқ осының. Әй келін, тыңда, мына тәттілердің бәрін апарма, тоңазытқышқа сал, шай берсем болды. Асқызаны шұрылдап келді дейсің бе, өсегіз деп келді деп енесі көлік алдында тұрып біраз әңгіменің басын қайырып тастады. Енесінің мінезін 2 айда жатқа біліп алған Дария үнсіз асханаға кетті. Қанша қорыққанымен келген әжейді сыйлап базарлықтан аздап шәйден ұрттап терлеп тепшіп отыр. Анда-санда қол орамалымен шекеден шығып жүзін жуған терді сүртіп қояды. Оны жақтырмай отырған Әлима апа келіннің қолындағы тәттілерді көріп алара бір қарады да амалсыздан дастарханға орын дайындады. Тәтті шайдың буымен 1-2 сағат отырған кемпір оны-мұны сөз естіп, аяғында Әлима орнынан тұрып кеткен соң үйіне қайтуға жиналды. Тамақ дайын болып қалды ғой деп Әлима апа өтірік болса да айтып қойды. Рахмет Әлимаш, үйге барайын. Ана балдарға малға қарандар деп едім, ұмытып кеттім екен деп байқайын. Келін деп жұмыстан келетін уақыт боп қалды деп даусы қырылдап көкірегі сыр-сыр етіп. Жақсы онда апа, келіп тұрыңыз деді мұрнын тыжырайтып. Келем ғой, иә. Осыны айтып үйдің текпешінен түсіп, тағы да артына бұрылып, 2 бүйірін таянып қарап тұрған Әлимаға, әй Әлимаш, келіннің нағыз келін, көз тимесін, алдын артын ойлайтын әйел, құдағиын жақсы болып тұр ғой деп бас бармағын көрсетті. Иә, деді Әлима апа жақтырмаған даусымен білдірді де үйіне кіріп кетті. Кіре салып, әй Дария, бері кел деп айғайлап, онсыз да осындай боларын сезіп тұрған келіні асханадан жүгіріп шықты. Сен қашаннан бері менің айтқанымды тыңдамайтын болғансың. Өз білер менсің бе? Оны төркінінде қалдыра айналайын. Бұл үйде менің айтқаным айтқан, дегенім деген, ұқтың ба? Мен саған ана тәттілерді әкелме дегем. Сонда да әжейден ұялып
Ұялып немене, бет моншағын үзіліп қалды ма? Мен саған қашанғы айтам, үйге біреу келсе өтірік олай жағымпазданба деп. Әлде әдемі келін болып көрінгің келеме сыртқа, жинастыр ондайынды. Мен дей беріп енесіне көзінің астымен қарады да бет-жүзін көріп қорқып кетті. Ашумен екі иығымен дем алып беті көгеріп тұр екен. Үнсіз ғана асханасына қайта кетті. Келін болып келгелі енесінен алғашқы естіген ұрысы, еріксіз көзіне жас әкелді. Сұлтан мен Дария туған күнге шықты. Әдемі қызыл көйлегін киіп, басына ақ орамал тағыпты. Өзіне жарасымды боянған. Дария өте сұлу болмаса да күлімдеп тұрған. Жанарымен сүйкімді көрінеді. Боянса қара торы жас келіншек ажарланып шыға келеді. Бүгінде көздері нұрланып сұлтанның жанында күлімдеп тұр. Байға тимеген қыз ұқсап сыланып алыпсың ғой, оның не қажеті бар еді? Тиетін күйеуіне тиіп алған соң әлде сырт көзге әдемі болып көрінгісі келе ме? Сөзінің соңын естілер естімес сыбырмен айтты. Оныңыз артық енді мама. Киінсе, боянса, жанында күйеуі бар емес пе? Әдем боп жүргеннің несі жаман? Қойыңыздаршы осындайларыңызды, деді жеңгесіне қарап көзін қысып бас бармағын көрсетті. Сырт көзге деп сонда кім үшін бояну керек мама, деді Сұлтан қабағын түйіліп. Алғаш рет арам ой келді миына. Әй барындаршы, кешігесіңдер енді, деп өтірік күле салған Әлима апа бөлмесіне кетті. Туған күн көңілді өтіп жатыр. Сұлтанның сыныптас достары жаңадан ортаға қосылған Дарияға күлімдеп қалжыңдасып отыр. Онсыз да келгенше миына улы ой құйылған Сұлтан достарының онысын жақтыра қоймайды. Тіпті туған күннің бел ортасында ертеңгі жұмысты сылтауратып қайтуға ыңғайланды. Өздерін кешігіп келдіңдер, кетеміз дегенін қалай, келіншегіңді қызғанып кеттім бе деп күлді бір жолдасы. Жоға, ол не дегенін, ертең жұмысқа ерте бару керек еді. Шаршадым, ерте демалайын дегенімін. Бойдақ кезінде таңға дейін шаршамай-ақ ертеңіне жұмысқа бара беруші едің ғой, ай қайдам, деп екінші біреуі сөзбен түйреп өтті. Күліп құтылған Сұлтан ештеңе дей алмай орнына қайта жайғасты. Біраз шайтан судан сілтеген соң Сұлтанның қабағы жазыла бастады. Бейдің де түбін түсіріп ерте қайтамыз дегені жайына қалды да жұрт соңында тәлтіректеп үйден әрең шықты. Дария қолтығынан сүйреп көлікке отырғызды. Өзі айдай алмайтын болғандықтан ішімдік ішпеген жолдас баласы айдап келді. Көлікті үйге кіргізіп Сұлтанды сүйемелдеп Дарияға көмектесті. Таланың тысырынан оянған енесі жарықты жағып алдарынан шықты. Бірдеңе деп тиісуге оқталған ол жолдас баласын көріп іркіліп қалды да өтірік күлімсіреп, келіп қалдыңдар ма, туған күн жақсы өтті ме, деді. Сұлтан аздап масайып қалып еді. Деді келін тап бір өзі ішкен адамдай қорыққанынан төмен қарап. Еркек болған соң ішеді де, онда тұрған не бар? Апа, қалыңыз қалай, айып етпеңіз, түнделетіп мазаңызды алдық. Сұлтан кішкене артығымен сілтеп қойып, көлікті мен айдап келдім. Дария міне кілт деп кілтті берді де қақпадан шығып кетті. Сорлы баламай өлгенше ішіп көлігі қайда, қатыны қайда, шаруасы жоқ деп сөзбен түйреп үйге кіріп кетті. Таңертең көзі ісіп, басы ауырып тұрған Сұлтан жұмысқа құлықсыз кетті. Күні бойы мең-зең басы ауырып кешке дейін әрең шыдады. Үйіне келді де ыстық сорпа ішіп, шай ішіп, бойына дарыған соң барып жаны жай тапты. Кешкі астан соң Дария екеуі бөлмесінде әңгімелесіп отырды. Кеше көп ішіп қойдым-ау, кетеміз деп отыр едің, бір қараса мүлде масайып қалыпсың ғой. Кіммен биледің деп сұрақты төтеден қойып қалды. Мен билеген жоқпын, өтірік айтпа, деді Сұлтан күліп. Рас айтам, мен мүлде билеген жоқпын. Сенің тіпті үйден шығарда ұнатпай қызғанышпен шыққаныңды көзінен ұқтым. Қойшы, қызғанғаныңыз, жолдас балдар естімесін мынаны, мазақ етеді. Онсыз да кеше біраз әңгіме айтты. Онда тұрған не бар, маған қызғанғаның ұнайды деп еркелеп құшағына тығылды. Қызғанып немене, біреу бірдеңе деді ме саған? Жай айтқаным ғой. Неге бір дереу ашуланып шығасын осы, деді Дария бұртиып. Тыныш жүр сен, деді қабағын қатуланып. Осы кезде есік қағылды да арғы жақтан қарындасы Сұлтан мама шақырып жатыр, деді. Бара жатырмын, деді Дарияға қарап. Сен де жүр, мама ерте ұйықтап қалды деп ойламасын сені. Жалпы мама бөлмесіне
ұйықтауға кеткенде келесін бөлмеге, деді де есікке беттеді. Кіре беріс бөлмеде теледидар қарап отырған анасы Сұлтанды жанына шақырды. Кеше өлесі боп ішкенін не сен баланың, не машинана, не қатынына ие болмая, ие болмағанын нес, бағлан әкеліп тастады ғой, жақсы болыпты, есінде дым да жоқ, кім әкелгенін қайдан білесін? Ой, мама, неге білмеймін, мені бір алқаш көрдіңіз ғой, ішкен соң көлік айдамайын деп өзім айттым, апарып тасташы деп. Дария менің жанымда отырды. Сұлтан анасының не айтқысы келгенін бірден ұқты. Дарияның сыланып қыздай болып шыққанын сол кезде жақтыртпады. Келген соң айтқаны мынау, қатынына ие болмай деп. Анасымен сөзі жараспайтынын білген Сұлтан үнсіз орнынан тұрып кетті. Ернін сылп еткізіп, мұрнын шүйіріп, анасы сыбырлап, қатынжанды бола қалуын жұрттың балдары шешем деп өліп қалады. Бұл сорлы қатынының соңынан ерген сорлы болды ғой деді. Осы күннен бастап Сұлтан шынымен ойлана бастады. Дарияның әр жүрген жүріс-тұрысын бақылап, сәл күліп қалса, неге күле бересің деп, біреуге жауап берсе, неге оған сызылып сөйлейсің деп миын жейтін болды. Үй ішінде де көйлегін өзгертсе, кім үшін киініп алдың деген сынды болмайтын майда сөздермен ұрыс бастап кететінді шығарды. Алғашында түсінбей күліп қана қоятын Дария соңғы кездері тіпті шыдай алмай қабағын шытып сөз қайтарды. Сұлтан, саған не болған? Мына қызғанышына жол болсын. Мен сыртқа шығып немесе көшеде біреумен күліп сөйлессем мейлі екен, енді үйде де күлмей жүру керек пе? Түсінбедім мына қылығынды. Енді қалай жүрем? Ұрысып қалған адамға ұқсап көңілсіз жүремін бе? Менің табиғатым ондай емес, білесің ғой. Ашық жарқын көңілді жүремін. Сол қалпымды ұнаттың емес пе баяғыда? Енді ұнамайды маған. Көрінгенге ыржыңдай бересің. Ал жарайды дегенім болсын, күлмей жүрейін онда, деді де қабағы қатулы күйде өз тірлігіне кетті. Кешке дейін томсырайып ешкімге тіс жармастан жүрді. Енесі де сезген шамасы. Мынаған не болған, қабағынан қар жауып жүр ғой бүгін, сол жағымен тұрды ма деді кешкі асты ішер алдында. Мазасы болмай жүрген шығармам деді, қызы тыйып тастады. Сұлтан кешкі асқа үнемі қалмай келеді. Әкесінен өткен мінезі ме, әлде бала кезден үйренген соң ба, әйтеуір дастархан басына міндетті түрде уақытылы жиналады. Бүгін де уақытында келіп енді отыра беріп еді. Немене бәрін үйін түйін боп жүрсіңдер, не жақпай қалды деді анасы. Кім олай жүр, менің көңіл күйім тамаша, деді баласы күлімсіреп. Сіздерге керемет жаңалығым бар. Бастық мені оң қолы етіп тағайындады. Яғни ертеңнен бастап орынбасарлық қызметке ауысамын. Мынауың керемет жаңалық қой, қатынына айтпаған сынау шамасы, деген Әлима апа көзімен келінін көрсетті. Иә, бәріңізге дастархан басында айтуды жөн көрдім. Кіріп шығып естіп жүрсе де Дария ләмим деп аузын ашпады. Тамақ ішіп отырып та күлімсіремеді. Бөлмесіне кіріп төсегіне қисайды. Артынан кірген Сұлтан, менің қызметімнің көтерілгеніне қуанбайсың ба, құтты болсын демедің ғой деді. Оны айтып күлсек те бәлеге қалатын сияқтымы ғой деп іштей тілекші болып қоя салдым деді келіншек бұртиып. Енді олай жүр демедім ғой, қалжыңдадым, қойшы енді томсыраймай. Қалжының бар болсын сенің. Екі жастың әңгімесі қайта жарасып күліп ойнап оны мұны әңгіме етті. Бір күні аяқ астынан үйде ешкім жоқ кезде көрші ауылдағы алыс ағайынның баласы келді. Келесі айда той бермекші екен. Шақыру қағаз алып келіпті. Сұлтан жұмыста, қайынсіңілі оқуына кетті. Енесі кемпірлермен жиылып гәп ойнайды. Соған кетті. Амалсыз жалғыз өзі шай бермекші еді. Рахметін айтып, наннан үлкен емеспін деп бір үзім нан алып кетті. Тіпті үйге де кірмеді. Дария кеше дастархан басында бәрін баяндап берді. Шақыру қағазын әкеліп енесіне берді. Ешкім оған көңіл аудармады. Бұйырса барармыз деп қоя салды. Тек Сұлтанның іші қылп ете қалды. Себебі ол үйдің кіші баласы тым қызғұмар, жылтыңдаған жігіт болатын. Ішінде қызғаныштың оты лап ете қалды. Ешкімге білдіргісі келмегенімен көзінен бәрі көрініп тұр еді. Тіпті ас батпай шаршап тұрмын деп сылтауратып бөлмесіне кетті де ол жерде де сыймай айғайлап Дарияны шақырды.
Ішіп отырған тамағын қоя салып, орнынан тұрған келіншек асыға барып бөлмесіне кірді. «Ау, аты кім келген баланың?» «Білмеймін, сұрамадым». «Өтірік айтпа, сұрамауын мүмкін емес». «Жындысың ба? Оның атын сұрап нем бар? Көзі көк сары бала еді. Түрінде жаттап алдым десе, иә?» «Саған не болған, жын ұрды ма?» «Мен сөйлескен жоқпын мүлде. Үйге кірген жоқ, қағазды берді де бәріне сәлем айтыңыз деді». Нан-ауыз тиіп кетті. Ол үндемей кетуі мүмкін емес, оны беске білем. Жыртындаған біреу күліп сөйлессен қағынбай кетпейді, тыныш жүр. Осы оқиғадан соң сұлтанның мазасы қашты. Неге екенін өзі де түсінбейді. Дарияның қылықтары көзіне басқаша көрініп тұратын болды. Тап бір ішіне жын кірген адамдай келіншегі күліп сөйлесе бітті, қатуланып жұдырығын түйіп отырады. Кейде маған не болды өзі? Ол бишара үйден шықпаса, ешкіммен тілдеспесе, неге оны кінәсіз жазғырамын деп өзін-өзі басады. Бірақ көп өтпей қайтадан өзіне миына ие бола алмай қалады. Осылай жүргенде сұлтанның қайын жұртында үлкен той болатын болды. Қайын ағасы баласына сүндет той жасап жатыр. Бір-екі күн бұрын қыздарын жіберуді өтініп құдағиға хабарласты. Сұлтан амалсыз келісті. Жібермеймін деуге ұялды ма кім білсін. Ертең жолға шығамын деген күні түнімен сұлтан келіншегінің миын жеп ұйықтатпады. Барғанша хабарласып отыр, телефонын сөніп қалмасын, көліктің нөмірін жазып жібер, ешкіммен сөйлеспе, күліп сөйлеме. Осы сөздерден мезі болған Дария: «Жарайды дедім ғой, неге қайталай бересің сұлтан? Уайымдама, сенің бұл мінезіне үйреніп те қалдық қой», деді домаланған ішін ұстап. «Менің мынадай туайын деп отырған түріммен қалай қызғана бересің, түсінбеймін осы», деп күлді. «Қатын көшеге шықса бұзылады. Қайдан үркек үйден 40 қадам шықса деген бар еді, өзіне бұйырып алыпсың ғой мына мақалды. Көп сөзді қой да айтқанымды істе». «Жарайды». Ертеңіне келіншегін шығарып салған соң миына неше түрлі харам ойлар келіп, бекер жібердім деп бармағын тістелей берді. Жын соққан адамдай ерсілі-қарсылы жүре бастады. Өзін-өзі қолға алар емес. Біресе өзіне басып айтып, «Дария ондай келіншек емес» дейді. Біресе не істеп жатыр екен дейді. Ақыры болмаған соң қоңырау шалды. «Алло, ау сұлтан, қайда жеттіңдер? Біз енді шықтық». «Неге? Бағана көлікке міндіңдер ғой?» «Иә, бірақ адам толуын күтті, енді жүрдік». «Сен не істедің осы уақытқа дейін?» «Отырдым осында, сусын алдым магазиннен». «Сатушы еркек пе, әйел ме?» «Ой, қой сұлтан, осындайында, ер кісі екен, үлкен, тыныш жүр», деді тағы баяғы әдетіне басып. «Жарайды». Сөз таластырғысы келмей Дария. Төркініне жеткенше 5-6 рет ақталып, телефонда отчет тапсырған Дария түтігіп кетті. Сонында шыдай алмай кетті. Той болатын күні сұлтан анасымен бірге келіп, қайтарда Дарияны өзі алып келді. Көңілі енді орнына түскендей терең демалды. Тойда да Дариядан көз алмай ара-тұра жанына жетіп барып, не сұрарын білмей өтірік әр нәрсені бір айтып, дегбірі қашты. Анасы төрде отырып сезіп отыр бәрін. Көз қиығымен қарап, баласының келіншегінің алдында шапқылап жүргені ұнамай отырды. Қайтар жолда соны тілге тие етіп баласын жазғырды. «Не көрінді сонша? Жалғыз сенде қатын бардай шапқылап алдына түсіп. Сізге солай көрінген шығар. От тапсын, елдің бәрі көріп отыр. Бірлі жарымы бетіме басты», деп соңғы жағына өтірікті қосып жіберді. «Не деді сонда? Не істеппін?» Үнсіз ерні сылп еткізген анасы көзіне қарап, «Айда көлікті», деді де қойды. Үйге таната жетті. Бәрі шаршаған, бөлмелеріне кірді де жатып қалды. Осы оқиғадан соң сұлтан мен Дарияның арасы ақырындап суи берді. Сол баяғы қызғаныш оты екеуінің арасын алыстатпаса, жақындатпады. 2 айдан соң Дария қос ұлды өмірге әкелді. Бәрі таң-тамаша, себебі ана жақтан да, әке жақтан да егіз тұқым болмаған. Бәрі қуанды әрине. Тек сұлтан ғана миын жеген шіріген жұмыртқадай сасық ойлардан арыла алмады. Неге егіз, қалайша егіз, осынша жасырып келгені ме, неге айтпады? Қазір заман дамыған, аппаратқа түсіргенде ақ белгілі болады емес пе? Ақыры бұл ойлардан арылудың жалғыз жолы өзімен
өзімен тілдесу екенін ұқты. Перзентханадан алып шығарда алғашқы қойған сұрағы да осы болды. Қалайша айтпай жүрдің, шынымен егіз бе? Әдейі айтпадым, тосын сый болсын дедім, деді күлімсіреп. Ойында ештеңе жоқ келіншегі. Жындысың ба, қалай егіз болады? Біздің тұқымда егіз жоқ. Бізде де жоқ, бірақ Алланың шеберлігін қарасай бізге егіз сыйлады деп күлімсіреп әлі тұр. Үйге барған соң сөйлесеміз деді, көлікке бұрылды. Бір ұлды анасы, бір ұлды қарындасы көтеріп, барлығы көлікке жайғасты. Жол бойы үнсіздік. Қарындасы ғана жаңа туылған қызыл шақаны емірене иіскеп қояр емес. Мам, қарашы, мұрны маған ұқсапты, ал көздері қап-қара, жеңгемнен аумайды. Маған ұқсапты ма екен, деді Сұлтан мырс етіп. Неге ұқсамайды? Ұқсайды, деді қарындасы.